Сол үшін енді көліктер жаз айында туристер көп келеді, енді тоқтаусыз жүріп жатады. Соның салдарынан енді расход дейміз ғой, болады енді. Кезек енді әкімшілік те қолдай келсе жұмыс жасап жатыр. Бірақ өзеннен беліп тұрған объем Атыраудан келгенмен қанша көліктің жүрісіне байланысты оның бәрі. Көлік көп жүрген сайын газ расход болғасын ол кезек бола береді ол. Газ. Олас, маған айтыңызшы, неге кезек кейбір айларда мүлдем болмайды? Неге кей кезде толып кетеді, маған соны айтыңызшы, сол түсініксіз. Алып жатырған квотамыз 1, сол 18.000 тонна. Оның себебі, нақты себебі бізде енді көбіне Нұреке сезонный дейді ғой. Көбіне жаз айларында жыл 12 ай онда болып отқан жоқ қой. Қыста ертең мүлдем тоқтайды ол. Не үшін жүріс азаяды? Жаңа жылдан кейін демалады ол. Газ өтпей бастайды ондай кезеңде. Бірақ сол объем беріліп отқан. Жазда теңіз басталады бізде. Сезонный ғой бәрі. Сондықтан жүріс көбейеді, туристер. Кешегі жаздың өзінде 500.000 турист келіп жатыр қазір. Оның бәрі де газға отырған бәрі. Енді амал жоқ, ондай жағдайда, бірақ заводтың өндіріп жатқан сол бір объем 18.000. Сосын және бізде қазір транзит көліктер көп. Бәрі газға отырған. Басқа региондарға мен бізде салыстыруға келмейді. Себебі басқа региондардың бәрінде Қытай көліктеріне, гибридтерге отырған. Бізде көбіне Маңғыстау, енді біз уникальный регион дейміз ғой, газбен жүреміз. Біз кәсіпкер ретінде мен өзімді айтайын, мен алып қою деген емес, біз отчетке тұрып қоямыз өзіміз. Се халықпен бірдейміз бәріміз. Мына жерде кешеде орынсыз айыптаулар болады, соның кесірінен халық бізді ойлап жатыр. Бәрі сондай екен деп. Кеше мен заправкада өзім жүрдім. Бұларды құрту керек, бұларды жоқ қылу керек, бұларды өртеу керек дейді. Бір-екеуіме ерегесіп қалдым мен. Жігіттер, ондай болмайды ғой. Міне біз қолдан келгенше беріп жатырмыз. Енді отчетке байланысты мынандай отқасын, біз не істейміз енді? Осы колонкалерге амал жоқ, тұрасыңдар енді. Сосын енді біз бәрі жақсы, рахмет, бәрі қолдан келгенше бірігіп жұмыс істеген жақсы оған. Қолдан келгенше көмектесеміз барлық жерде. Манағы айыптаулардың да мен орынсыз деп есептеймін, насос дұрыс емес, дұрыс қойған жоқ деп. Аға, ол әр заправканың өзінің несі болады. Оларға да айтып жатырмыз. Мен мына жоққа шығармаймын мынандай қаңқасы тұрған заправкалерді. Оларға да шара қолдану керек, бәрімен де айналысу керек. Бірақ сол бір ненің кесірінен бәріміз кетіп қалған, сол жанға тиіп, кеше Фейсбукта да қарайған нелер айналып келіп бізге тиісіп, бұларды жоқ қылу керек, заводтан андаймен аттап бізге мынандай қылады деп. Бәрі бір ортақ шешімге келіп жұмыс жасап, біздің қазір мәселеміз осында қазір осы айда именно завод Атырау ремонтқа тұрды. КазГПЗ-ның объемы 14.000 болды. Ол өтірік емес ол. Осыны шешіп кетуіміз керек, бір-бірімізді кінәламай. Ондай болатын болса, Олжас, саған айтамын. Барлығын бірдей айтып жатқан жоқпыз. Ішінде бар бірақ. Оларға шара қолдану сіздер менің сөзім жоққа шығара алмайсыздар. Сіз қазір аттарын айтсам, осы жерде кейбіреулер отырған шығар, ұятқа қаласыздар. Маңғыстауға тиесілі газ Атыраудың территориясында көтерме бағамен сатылып кетіп жатқан фактілер айтып отырмын ғой. Көліктің нөміріне дейін тұр бізде. Жоққа шығара алмайсыздар, ол бар нәрсе. Жақсы, Олжас, рахмет. Енді жаңағы әңгіме былай ғой. Біздерде ай сайын стабильно 18.000 да, ай сайын 12 айға бөліп тастаған. Сіздерде Гайдар Азбергенұлы, мысалы, мына Олжастың айтып отырған әңгімесінің жаны бар ғой, кей кезде қыстың кезінде түсіп кетеді, кейбір айда көтеріледі. Сол көтеріліп түсіп кетуіне байланысты біз реттей аламыз. Мысалы, ай сайын 18.000, бір айда 22.000 беріп, бір айда 14.000 беріп тастап деген сияқты. Өтпейтін айларда неге толтырып тастаймыз? Қажеті қанша? Онда аз берейік сәйкесінше. Егер ертең жазда, сосын Атыраумен салыстырғанда дейсіз, Атырауда үлкен транзиттің үстінде тұр, оны ар жағында асырхана көліктер ағылып келіп жатыр. Атырауда үлкен транзиттік облыс. Бізден аз емес транзит олардың. Енді басқасы басқа, мен ол жағын жақсы білемін. Сөйтіп, ай сайын біздер бір цифраға қадалып қалмай, стандарт қылып тастамай, реттеп отыра аламыз оны, несін жіберетін көлемде. Қолдан келгенше, осындай айларда көтеруге тырыссақ енді, осыны ажытар. Себебі осы енді бәріміз көріп отырмыз ғой, объемді бәрін. Енді отчетте де бәрін біліп отырмыз. Жылдың басынан бері келетін болсақ, жыл басында 17.000 жобасы, 16.000 жобасындай біз газ беріп отырдық ай сайын. Кеше жаз айлары болған кезде
Тілек жеткізгенұлы білет, біздер газдың объемын көбейттік. 17,500-ға дейін шығардық. 17,500-ға дейін заводтың өзінен. Жоқ, мен сұрағым басқа. Менің айтып отырғаным, біз ай сайын стандарт түрде 18 мың емес, өтпейтін айларда мысалы 16 мыңға түсіріп, алнағыз тапшы айларда жаздың мезгілі, күздің мезгілінде 20 мыңға көтеріп отыра аламыз ба деген сұрақ менде. Бекітілген оны жасау мүмкіндігі жоқ шығар. бекітілген жоспарды байланысты. министрлікпен жасақтаған кезде осы ай сияқты төмен жоспарды көрсетсек, қалған артық шыққан көлем заводтың қорында сақталатын болады. Сондай бізде осы жаз мезгілінде болмай қалғандығының себебі, жаңа тілек жеткізгеннің айтып отырғаны, Павлодарда заводта ремонт болып, оған керекті объемды Атырау заводынан бөлді, сондықтан үстіндегі артық шыққанды тікелей беріп жіберді. Біз істеп отыра аламыз, заводтың Павлодар, басқа облыс емес, шаруам жоқ мен. Сұрағыма қысқаша жауап беріңдерші. Біздер газдың көлемін сұранысқа сәйкес реттеп отыра аламыз ба, жоқ па деген сұрақты үшінші рет қойып отырмын. Егер жаңа сіз айтқандай, Дәулет Игілігі, қыс айларында 14 мыңға түсіріп, жаз айларында егер үйтіп келісетін болса, ол енді болады. 18 мыңға шығарып. Бізде сақтайтын 2 айдай сақтайтын бар да, бірақ артық, одан объемды біз артық ұстап отыра алмаймыз. Осы жерде бір мәселе, біздің көбіне жетпейтін объемды неден аламыз, Атыраудан, басқа өңірлерден. Енді қазір біздің өнімі жетіп жатыр ғой, қолдан жаңа қысқа да покрывать етеді. Соны Атырау облыстан, АМП-дан көбейтуге тырыссақ оны. Основной көбіне жетпейді бізде объем. Жоқ, жетпейді емес. Әуелі давай мынаны жасап алайық. Қыста азайтып, соны басқа. Мынаны келістіріп алайықшы, барын келістіріп алайық біздер. Бізге тиесіліні келістіріп алайық. Сонда келістіре алмай отырып қой. Сағыда айтам, Атыраудан келуге тиісті бізге газдың кейбіреулері сол жақта қалып қойып отыр, сатылып кетіп тұр. Мәселе сода. Егер қазір сіздер қарсы болмасаңыздар, міне бүкіл құқық қорғау органдары істі қазір қозғап жіберейік сіздеріне. Керек па сол? Қазір дайын отыр. Егер ондай фактілер болып жатса, нақты шешім ондай фактілер анықталып жатса, азаматтар былай іс қозғап жіберу ол өте оңай нәрсе болып тұр. Дәл қазіргі жағдайда фактілердің бәрі қолда тұр. Заводтан бүкіл барып, қанша шықты, қандай көлікке тиеп жіберді, ол біздің территорияға кірді ма, кірген жоқ па, видео регистратор бүкіл дәлел қолда тұр қазір, шындап айтқанда. Қай мекемеге тиесілі ол? Ол қазір сөзді ұзартып керек емес өйтіп. Үйте үйретін болсаңдар, онда қазір айналып келіп бір нәрсеге тірелеміз, онда қазір іс қозғауға тура келеді. Одан да мен айтқанымды қазір дұрыстап түсініп, ой електеріңізден өткізіп алыңыздар. Жігіттермен отырып ақылдасын, мен тағы да айтам. Мен барынша кіші орта бизнес қорғағымыз келеді, бірақ әділетті болса. Әділет жұмыс жасайық. Іштері біліп отыр, негізінде осы жерде отырғанда шығар сол мекемелер. Мүмкін білмейді, бәріңіз бірде әрине білмейсіздер кімнің кім екенін. Бірақ іштеріңіз біліп отыр. Мен жаңа ана таңертең осы жиналысқа дайындалғанда пікір Берекетұлының баяндамасының ішінде тұр еді негізі фамилиялары, мекеменің аттары. Алып тастады дедім, керек емес қазір қарабет қылмайық қой, одан да өзіміз отыр, біріміз түсініп алайық бірінші ретке. Содан кейін барып көре жатармыз деп сонымен тоқтадық. Біз айтып отырмын, біздер осы жиналысқа дайындалдық таңертең. Не істейміз, қалай болады деген. Прокурор бар, ДР бар, полиция бар, ЧС бар, бәріміз отырдық. Кәсіпкерлік басқармасы бар, тілек жеткізген бар. Бірақ өзіміз шықи берген не болады? Одан да сол жерін жігіттер отырып реттеңдер. Керек болса, жеке-жеке шақырып алып қазір пікір айтсын, шырағым, бір-бірден бірақ пікір. Жұрттың көзінше ұятта қалдырмайық қояйық. Сосын, анау қаңқа тұрған газ құю станцияларына газ жіберуді тоқтату керек. Кімдікі ол? Жобасында білеміз кімдікі екенін, ар жағында кімдер тұрғанын. Сіздер мүмкін жай номиналдық түрде директорлар шығарсыздар кейбіреулеріңіз, бірақ үстінде кім тұрған, оны да білеміз, шын айтқан кезде. Олармен де сөйлесеміз.
тағы да күнде қандай олжас отыра беріңіз. Рахмет. тағы бір айта кететін жайт, енді бұйырса мына кезек мәселесі шешілу керек, себебі Ақтөбенің газы енді келіп бастап жатыр енді. Олжас, кезек мәселесін мен шынымды айтайын, өзім жексенбі күні таңертең көлікке отырып алып бір аралап шықтым қаланың ішін, түске дейін